Ол жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келгенде қажыдық, жалықтық қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі де қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу. Маған көмектеріңді көрсетіп, дауыс беруден аянбаңдар. Билік жолында малым да, жаным да құрбан. Ne Baseke, signor Osman? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, немесе албырт көңілі босаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Малға мал, жанға жан. Біздің елден мал ұрлағанның соңы немен бітетінін көрсін. Көрсін! Барымта етіп Найман еліне шабамыз. Шабамыз! Барымта қуалап Уақ еліне шабамыз. Шабамыз! Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілімсіктердің азығын бағып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Баланды оқытам дедің, қалаға жібердің. Қане, содан не таптың? Оқу іздеп барған ұлың білімнің шегіне жетті ме? Оқу іздеп тентіреген әбішін әне ауруды көрші. Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесетінде адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен үйренесің? Елсіз күнсіз кездемені жайып салып, қолына кезен алып отырғаннан не пайда бар? Мұңдасың шер тарқатсар кісің болмаса, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Ақыры ойландым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керек сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым.